Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге бүгін үй жағдайында осындай үлпілдек, дәмді болып шығатын бауырсақ дайындайтын боламын. Ыдысымызға жылы сүтімізді, қантымызды, ашытқымызды, тұзымызды, ұнымызды салып, жақсылап араластырып, апары жасайтын боламыз. Бетін жауып, 10-15 минутқа жылы жерге қалдырамыз. Апарамыз дайын болды. Енді үстіне сұйық майымызды, ұнымызды салып, жұмсақ қамыр ашытатын боламыз. Егер де менің видеом сіздерге ұнап жатса, маған лайк басып, тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Қамырларымыз дайын болды. Енді бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қалдырамыз. Бауырсақтарымыз осындай үлпілдек, әдемі болып көтеріледі. Енді қамырымызды алып, оқтауымызбен жайып аламыз. Бауырсақтарымызды кесіп аламыз. Осылай мен дөңгелетіп кесіп алдым. Өз қалауыңызша кесіп алсаңыз болады. Пышақпен кессеңіз де, дөңгелетіп кессеңіз де, мен осылай дөңгелетіп кестім. Енді майымыз қызғанша бауырсақтарымызды бетін жауып демалдырып қоямыз. Орташа отта қызып тұрған майымызға бауырсақтарымызды салып, 2 беті қызарғанша қуырып аламыз. Міне бауырсақтарымыз осылай үлпілдек, әдемі болып көтеріліп піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі сіздерге ұнайтынына сөзсіз сенімдімін. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Нұршат.